Барша айтады, менің балам спортсмен болсын дейді. Менің балам өнерлі болсын дейді. Менің балам білімді болсын дейді. Ғұлама болсын, ғалым болсын дейді. Әрбір ата-ананың арманы, мақсаты, ниет қылады сол үшін. Бірақ енді бұл жақсы ниет бәрі. Жақсы ниет жарымыз. Бәрін топшылап келгенде жақсы ниет, барлық ата-ананың ниеті. Енді осылардың ішінде мен спортсмен болғаннан гөрі, өнерлі болғаннан гөрі, мен білімді болғанын қалаймын балалардың. Өйткені спортсмен болса, белгілі бір деңгейде олимпиада чемпионы болуы мүмкін. Одан ары асамайды. Ол өзіне ғана пайда. Өнерлі болса, әнші болсын, биші болсын, күйші болсын, суретші болсын, жалпы өнерлі болса, белгілі бір деңгейде өзіне пайда. Ол да бір әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болуы мүмкін. Бірақ мен балама тілер едім, балам бергіш. Мен балама тілер едім, балам білімді болсын, ғалым болсын деп тілеймін. Ғалымдар бізде бір сөзбен айтқанда бойымыздың күйін кешіп өтеді ғой, ғалымдарымыз біздің. Бойымыздың күйін кешіп өтеді ғалымдарымыз. Бірақ белгілі бір деңгейде ұрпаққа із қалдырады ғалымдар. Жаңғалық ашып өтеді ұрпаққа. Осы біздің киіп, ішіп, жеп жүргеніміздің, осындай технологияны пайдаланып жүргеніміздің бәрі, даже шашын алуға, сақал мұртын қыруға уақыты болмай жүрген ғалымдардың нәтижесі. Ал әп-әдемі болып, өнерде жылтырап жүрген адамдардың нәтижесі емес. Сосын балама ғалым бол дейді. Балам, ғалым боласың ба? Иә. Молодец.